Жапония елшілігі мен Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы шағын гранттар конкурсына өтінім қабылдауды бастады. Жастар басқармасы ұсынады. Жапония мемлекетінің Қазақстандағы елшілігі мен Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы үкіметтік емес ұйымдарға арналған шағын гранттар конкурсына өтінім қабылдауды бастады. Конкурс орталық Азияда зорлық-зомбылық экстремизмнің алдын алу мақсатында тұрақты қауымдастықты қолдау жобасын іске асыру аясында гендерлік аспектілерді ескеретін инклюзивті және бейбіт қоғам құруға бағытталған. Басты мақсат жастардың бастамаларын үкіметтік емес, коммерциялық емес, қоғамдық ұйымдар арқылы қолдау. Сондай-ақ жастарды жергілікті деңгейде әлеуметтік маңызды шешімдер қабылдауға үйрету. Өтінімдер Ботагөз Юсупова айқұлақ.undp.org электрондық поштасына, көшірмесі Қарлығаш Сұлтан айқұлақ.undp.org поштасына 26 қараша сағат 18:00-ге дейін қабылданады. Гранттық конкурсқа Бейнеу, Жаңаөзен және Ақтау қаласының үкіметтік емес ұйымдары қатыса алады. Осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызға жіберіңіз.